Үйіңізде вареный сгущенка болса, осындай жұмсақ, нәзік, үлпілдек тоқаш дайындайтын боламыз. Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі булочки тоқаш дайындайтын боламыз. Қоюлатылған сүтпен келіңіздер. Бірге дайындайық. Ол үшін бізге керек болатын ингредиенттер: бір жұмыртқа, қант салып жақсылап араластыратын боламыз. Менде сүтім салқын сүт және үстінен қайнаған су құйдым. Бөлме температурасында сүт болады. Енді осыған жылы сүт қоссаңыздар да болады. Мен үстіне дрожжи салдым, тұз салдым. Енді ұнды бөліп салатын боламыз. 2-3 бөліп жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қасықпен басында, сосын осы қолымызбен жақсылап тұрып қамырымызды илейміз. Енді ортасында мен осылай бөлме температурасында майды салдым және осылай жақсылап илеп алдым. Енді осы майымызды алып, қамырымызды илеп болғаннан соң үстіне осылай жағып қоямыз. Жақсылап тұрып илейтін боламыз. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды ашытып қоямыз 1-1,5 сағатқа. Үстін пищевая пленка немесе целлофан пакетпен жауып қоямыз. Міне қараңыздар, осылай жұмсақ қамыр болды. Менде 1,5 сағатта осылай ашып, әдемі үлпілдек, нәзік қамыр болып шықты. Осы қамырмен булочки дайындасаңыздар да болады, бауырсақ дайындасаңыздар да болады. Қалауларыңызға қарап. Осылай енді столдың үстіне осылай жақсылап қамырымызды салып аламыз. Және мен осылай бөліктерге бөліп алдым. Бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Мен әрқайсысы домалағымызды 70 граммнан етіп бөлдім. Тараздың көмегімен, егер тараздарыңыз болмаса, таразыларыңыз көз мөлшерімен де өлшеп бөліп қойсаңыздар болады. Әрқайсысын осылай домалақтап әдемі етіп шығамыз. Менде осы көлемнен 3 лист тоқаш шықты. Енді дәмін айтып жеткізе алмаймын. Бір жасағаннан сәтті шығатын булочки. Ертеңіне бәрі добавка сұрады, бірақ әттеген-ай қалған жоқ. Өйткені дәмі өте нәзік, өте керемет болды. Домалақтап болдық. Осы кезде вареный сгущенкамызды алып қойсақ болады. Қалауларыңызға қарап, осы рецептпен начинкасын басқа да начинкамен толтырсаңыздар болады. Мысалы, сүзбе. Бір айта кетейін, осылай вареный сгущенканы көп салудың қажеті жоқ. Кішкене қасықпен мен 1 қасық вареный сгущенка салдым. Осылай домалақтап жайып алдым. Бір шетіне вареный сгущенканы салып, видеодағыдай етіп, әдемі етіп пішім бердім. Барлығына вареный сгущенка салып болғаннан кейін, листімізге қол салғаннан кейін үстіне пакет жауып, 10-15 минут тағы да демалдырамыз. Пакет жауып. Бір листіміз дайын. Енді екінші листімізді де дайындап аламыз. Екіншісін де дайындап алдым. Енді 10-15 минут көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысын кішкене сүт қосып дайындасаңыздар болады бетіне.
мен жұмыртқаның өзімен де жағып шықтым. Осылай керемет болады. Осы кезде духовкамызды 180 градуста қыздырамыз. Духовкамызды қыздырып дайындап қоямыз. Қалауларыңызға қарап үстіне кунжут немесе мак жақсаңыздар да болады. Дәмі енді керемет болып шығады. Бір жасап көріңіздер, қыздар. Осы рецептен кейін сіздердің ең сүйікті булочкаларыңызға айналады деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар. Каналым өте пайдалы. Алда әлі көп рецепттер шығады, трансляциялар болады. Неке қызып тұрған пеште 20-25 минутта осылай әдемі болып пісіп шығады. Үстіне тәтті су мен сүртіп қойсаңыздар болады. Осылай әдемі цвет болып жалтырап шығады. Ол қалауларыңызға қарап, су мен қанттың ерітіндісі. Осылай каналыма тіркеліп кетіңіз. Каналым өте пайдалы. Рахмет.